Амансыздар ма? Малжан аман ба? Жалпы мына Қазақстанда сәләфизм бағыты тыйым салынған ұйым емес. Қазақстанда сәләфизмге тыйым салынбаған. Енді ислам бағытының бірнеше тыйым салынған бағыттары бар ғой енді. Ол сәләфизм оның ішіне кірмейді. Бұл жерде сәләфизм менен уахабизм бұрын бұлар баяғыда 2000 жылдардан ба бұлар вахабистер деп айтатын еді. Қазір бұлар өздерін сәләфиттер деп атап алды. Себебі сәләфизм ол тыйым салынбаған. Яғни сәләфизм менен вахабизм екеуі бір нәрсе негізі. Төменде менде видео бар. Сәләфизм менен вахабизмнің екеуінің бір екендігін айтқан видео бар. Соны тыңдасаңдар болады. Бұл жерде айырмашылық тек қана Абдул Вахабтың бұл жерде сәләфизмді нетіп алға тартып бүлік шығаруында болып тұр. Басқа айырмашылық жоқ. Бұл жерде салафизм дегеніміз таза ислам. Таза ислам болғандықтан Қазақстанда ол тыйым салынбаған. Таза исламды сен қабылдайын десең өз еркің. Бұл салафизм деп атады. Яғни сәләф дәуірі ол Мұхаммед пайғамбардың заманындағы таза исламды ұстануды оны сәләф дейді. Енді оны үш кезеңге бөліп қояды жаңағы. Табиғиндар, табияндар, таба табияндар дейді. Осы үш кезең менің буыным дейді. Бұл сәләф дәуірі деп айтады. Сәләф дәуірі, яғни сәләф дегеніміз таза исламды ұстанушы адам деген мағына береді. Осы таза исламды ұстанушы адамдар Қазақстанда олар бар. Оларға тыйым салынбаған, өйткені таза исламды ұстанып жүргендіктен тыйым салынбаған. Ал енді ханафизм деген не? Ханафизм де дәл сол. Олар да таза исламды ұстанушы адамдар, яғни. Енді ханафизм менен сәләфизмнің айырмашылығы бұл жерде ханафизм кішкене мысық табандайды, жайлап үйретеді бойыңды. Мысалы, сәләфиттер баяғы біз неге оларды адасқан деп айтады? Ол адасқан емес, олар нағыз кәдімгі дінді ұстанушылар ғой. Домбыраңды бірден харам деп айтады олар. Исламда осылай, осыменен жүру керек болды дейді. Ханафизм біздің муфтият ұстанатын ханафизм. Бұл да сәләфизм негізі. Олар да сәләф. Бұлар да нағыз исламды ұстанушылар. Бірақ бұлар бір елге кірген кезде жаңағыдай сол елдің дәстүріне бірден тиіспей кіруші топ, яғни. Бірден сенің дәстүріңе тиіспейді, жайлап кіреді. Бірден мысалы сәләфизмді біз қабылдай алмай қалдық қой. Осыны түсініп қалды да, түсінеді дағы енді, олар бұрыннан түсінеді оны. Сөйтіп, жайлап мысық табандап кіреді. Бірден сенің домбыраңды харам деп айтпайды. Болмаса, Абу Ханифа мазхабында да домбыра харам етілген негізі. Дәл сол салафизммен бірдей. Бірақ бұлардың тактикасы бөлек. Бұл жерде тактикада болып тұрған әңгіме. Сәләптер ешқандай тактика қолданбайды. Бірден исламды қабылдадың ба, сен мұсылмансың ғой, болды. Сен осылай осының бәрін жоясың дейді. Ал оған тіксініп қалады қазақ. Сондықтан артынан ханафизм келеді дағы. Жоқ дейді, сен домбыраңды тарта бер. Өте бер, жайлап. Мысалы, мұсылман болу әсте деген сөз осы ғой енді. Әсте сен тартады да, ханафи. Тарта бер домбыраңды, өте бер, ананы олай қылай бер, арақ ішкен жерде отыра бер дейді, мысалы. Бірақ сен ішпесең болды ғой дейді. Шошқа етін жеп отқан жерде сен де отыра бер. Сен жемесең болды. Немесе жаңағы, енді мен орыстың нәрсесін айтып кеттім ғой, бірақ қазақтай шошқа жеген жоқ қой, бірақ қазақтың енді ырым тыйымдары бар ғой жаңағы. Осылардың бәрінде олар бірден жоққа шығармайды. Соны істей бер. Жаңағы дәстүрлеріне дейін, әлі күнге дейін ханафиттер қатысып жүр, мысалы. Қазақ дәстүрімен байланыстырып өстіп келеді дағы. Бірден сені шариғат шеңберіне тықпайды. Жай кіргізеді бұлар, ханафиттер. Ар жағы түбі салафи бұлар. Негізі біздің ханафилер салафилердің болғанын қалайды. Өйткені мынадайда салафиттер енді
айтады ғой енді жаңағы сен анауын қара мынауын қара бәрі болмайды, шариғатқа дұрыс келмейді деп бүкіл қазақтың менталитетін жоққа шығарып жатқаннан кейін оны қазақ қабылдай қоймайды. Сол кезде артынан ханафилер келеді, бізге кел дейді, сен анау адастырушы дейді, біз саған нағыз исламды үйретеміз дейді дағы, өзіне тартуға жақсы. Бәрібір мына ханафилердің өздері де сол бәрібір салафизмге алып келеді, бірақ сені жай алып келеді олар, бірден емес, бірден ананы сені тіксініп қалмайтындай қылып үйретеді, бірден жаңағы анаусын мынаусын бүкіл тықпалайды ғой бәрін, жаңағы насихаттап бүкіл сен санаңды улап алады дағы, содан кейін сен санаң уланып дінге әбден сеніп алғаннан кейін сен бірден бәрін лақтырасың, домбыраңды да музыкаңды да бүкіл жаңағы қазақы ритуалдарың бар, қазақы мақал мәтелдерің бәрін айтпай қоясың, оның бәрі ширк болады, күйіңді де тартпайсың, өстіп сені жайлап бойыңды үйретеді. Ал салафизм бірден айтады. Сол үшін мына ханафилер салафилердің болғанын міндетті түрде қалайды, өйткені оларға анау көрсету үшін керек, анағы адасқандар аналар дейді, адасқан топтарға ерме дейді да, өзіне тарту үшін керек. Бірақ өздері де сол түбі салафизмге алып келеді. Екеуі бір негізі, ар жағы дерегі бір. Дерегі сол анау жаңағы маршруттар сияқты ғой, базарға алып барады ғой, бәрі анау ана жақта айналдырып алып келсе, анау тіке барады деген сияқты ғой бұл жерде. Қазірде енді өздерің естіп отырсыңдар ғой, енді муфтият имамдар айтып жатыр ғой, енді жақын туыстардан қыз алу беруге болады деп, негізінде музыка харам етілген деген сияқты жайлап айтып жүрді. Қазір анық айта бастады, өйткені халықтың бойын үйретіп болды. Содан кейін сен оны тастай бастайсың, себебі сен соның ішіне кіріп алдың ғой. Исламда адасқан деген топ жоқ негізі, ол бәрі де адасқан, өздері жүр. Анау адасқан дейді, мынау адасқан дейді, сонда қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін ешкім білмейді. Бұл жерде біздің муфтият ойбай дұрыс дегенмен де басқалар үшін ол да адасқан. Сондықтан бұл жерден сен тура жол таба алмайсың. Тура жол, сен қазақсың ба, қазақшылығын ұстан, қазақ дәстүрін ұстан, болды. Дін деп бастаудың қажет жоқ. Құдай керек па, жоғарыда тәңірі бар, соған сеніңдер, болды. Қазақта өзі үш-ақ ауыз сөз ғой, баяғыдан қайталап келе береміз. Обал болады, ұят болады, жаман болады деген. Осы үш-ақ ауыз сөзбен-ақ тәрбиеленді ғой қазақ. Тағы да қазақта осы ырым тиым көп, осы табаның тартпа дейді, таңдайыңды қақпа дейді, босағада тұрма, ананы аттама, мынаны аттама деген сөздер көп қой. Қызға 40 үйден тыю, тағысын тағы көп. Осы нәрселерді біз қолдануымыз керек. Ол дінде нелерің бар дейміз, мысалы. Бірақ бара беріңдер, Құдайға сене беріңдер бұл жерде. Бұл жерде дінде кетіп адасып кетуде болып тұрады. Дінге кірген адам адасады. Сені адастырмаймыз деп ана топқа тартады, мына топқа тартады, анау адасқан дейді, мынау адасқан дейді. Бұл жерде бәрі де адасып жүр. Құдайды таппай жүрген біреу ғой былай қарағанда. Құдайға қалай сену керек екенін білмей жүрген адамдар. Оны қазақ нақты баяғыдан білген. Құдайға сен, көк тәңірі көктегі, сен егер Құдай керек болса. Болмаса ата-бабамыздың әруақтары, біз соларды құрметтейміз. Егер тәрбие керек болатын болса, осы әруақ жолымен де тәрбиеленуге болады. Ата-бабаны құрметтеу арқылы сен өзіңнің тірі жүрген туыстарыңды құрметтейсің, туыстарыңды құрметтеу арқылы әруақтарды құрметтейсің деген сияқты бір-бірімен өлілер мен де тірілер арасындағы байланыс бар. Бұл жерде кім қайда адасып кетеді? Біреулер айтады, анау өліп қалған адам қайдан көмектесе ме, көмектеспей ме, бұл жерде маңызды емес. Бұл жерде сенің тәрбиеңде болып тұр ғой, тәрбиеңде. Және көмектеседі деген келетін болсақ, сендердің жаңағы мұсылмандардың Алласы да көмектесіп жатқан жоқ. Кімге көмектесіп жатыр? Аллаларың мысалы. Кімге көмектесіп жатыр мысалы? Бәрібір сол өлетін адам өледі. Жаңағы жолы болмайтын адам жолы болмайды, жолы болатын адамның жолы болады. Сұрасаң да, сұрамасаң да, ол сен өзіңнің іс қимылыңа байланысты. Сен қимылдап жүрсең де болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болады, болмайды мысалы. Сен дұға тілесең де болады,
тілемесең де болады. Дұға тілейік, дұғаменен біз жақсы боламыз дейді. Дұғаменен жақсы болатын болсаң, ертең мысалы кешегі соғыстарда нелерде дұғаменен жатып алып дұға оқып, жаңағы баяғы жоңғарлардың бәрін қайтарып жібермедік пе? Олай болмайды ғой. Мысалы орыстар бізге бастырып кетті, сол орыстарды сол дұғамен жеңіп кетпедік пе? Жеңе алмаймыз ешқандай да. Ол тірлікпен болатын нәрсе, іс-қимылмен болатын нәрсе. Ал сол кезде әруақтап жауға шығу ол адамға рух береді. Сол рухтың нәтижесінде ата-бабамыздың қаны тамған, біздің жерімізді қорғаған деген бұл жердегі адамға рух беру. Бұл рухани адамға күш береді. Осы үшін біз әруақтарды құрметтейміз. Өйткені олар біз үшін еңбек етті ғой. Енді оны сен қалай құрметтемейсің мысалы? Құрметтейсің. Олардың рухы келіп біздің қасымызда жүрмеуі мүмкін, бірақ біз солар үшін рухтанамыз. Және солардың еңбегін құрметтеуіміз керек. Олар сонша сол үшін қан төкті, сол үшін өлгендер бар мысалы. Олардың еңбегін еш кетірмеу үшін біз жерімізді сақтауымыз керек, сол үшін біз күресеміз деген сияқты ғой бұл жерде. Сол үшін әруақ қолдасын деп шапқан. Алла қолдасын деп шабатын болса, Алла кімді қолдайды? Мысалы екі жақ соғысып жатыр. Енді бір құдай болатын болса, екеуінің төбесінде де бір құдай ғой енді. Сонда Алла кімді қолдайды бұл жерде? Кімдікі дұрыс? Бәрінікі де дұрыс қарап отырсаң, екеуінікі де дұрыс болуы мүмкін. Бұл жерде басшыларда әңгіме. Ал сонда екі жақ сарбаз, мына жақтың тұрған сарбаздары, мына жақта тұрған сарбаздар, қазір Украина менен орыстар соғысып жатыр. Украин сарбаздары менен орыс сарбаздарының қандай кінәсі бар бұл жерде? Екі биліктің арасындағы соғыста құрбан болып жатқан адамдар, олар Құдайдан сұрап жатыр оларда. Украиндықтар да, мына орыстар да Құдайдан сұрайды өздерінің тірі қалуларына, семьяларына аман жетіп баруды Құдайдан олар да сұрап отыр. Сонда Құдай қайсысына көмектеседі бұл жерде? Ешқайсысына да көмектеспейді. Бұл жерде Құдай жоқ. Құдай бар болса бұндай әділетсіздікке бармайды. Әділетті Құдайдың өзі жоқ негізі. Әділетті Құдай болатын болса, мынандай әділетсіздікті көріп тұрып, көз жұма қарай ма? Немесе Құдай әділетті емес болып шығады бұл жерде. Осындай әділетсіздікті көріп тұрып, үндемей отырса, онда Құдай әділетті емес. Егер осындай әділетсіздікті көріп тұрып ештеңе істемесе, онда Құдай жоқ. Бұл жерде әңгіме солай болып тұр. Бұл жерде сенің еңбегің ғана, сенің қалай жүріп тұруың, сенің ана мемлекетпен қалай қарым-қатынасың және адамдармен қалай қарым-қатынас жасауыңда бұл жерде. Екі ел басшылары бір-бірімен келіспей қалса, мына қарапайым халық зардап шегеді. Бұлар ана жерге барған кезде соғысқа бәрі де семьясына тірі оралғысы келеді. Бәрі Құдайдан сұрайды. О Құдай оларға көмектеспейді да, мысалы, көмектеспейді. Сендер айтасыңдар, жаңа айттым ғой, әруақтарың қалай көмектеседі деп. Сенің құдайларың да көмектеспей қалады ол кезде. Кешегі анау аштан 3 миллион қазақ қырылған кезде Құдай қайда қалды? Анау Ибрахим баласын сояйын деп жатқан кезде аспаннан көк қошқар түсіріпті ғой. Сол көк қошқарды сол кезде неге түсірмеді қазақтарға? Қазақтар Құдайдан сұрамады деп отырсыңдар ма сол кезде? Анандай бейшара күйге түскен кезде барлық адам Құдайға шын көңілімен сұрайды ғой Құдайдан. Сонда берген жоқ қой Құдай. Сонда берген жоқ қой. Беру керек еді ғой. Сол қазақтың не кінәсі бар? Сондай бір какой-то бір орыстардан зардап шегуге қазақ лайық па еді? Лайық емес еді. Қазақ деген ол не кінәсі бар солардың? Сонда ана орыстарды кінәламай ма? Орыстарды жазаламай ма? Қазақты жазалаған. Қазақтың не кінәсі болды сол кезде? Ешқандай кінәсі болған жоқ. Бұл жерде кім мықты? Сол өмір сүреді. Мына табиғатта, мына жер бетінде мықты болу керек, главный. Құдайдан дұға тілеу бесполезно. Дұға деген нәрсенің өзі бесполезно. Ойбай, Құдай көмектеседі. Құдайдан ештеңе сұраудың қажеті жоқ. Ол бермейді бәрібір. Сұрасаң да болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе сұрамасаң да болады. Ол табиғатта болып жатқан нәрсе бәрібір. Сондықтан ойбай, Құдай өйтеді, Құдай бізді бүйтеді. Құдай ештеңе де істемейді. Құдай төбеңнен де ұрмайды, басқа да қылмайды. Сен жәрдем сұрасаң, жәрдем де бермейді. Оған тіл тигізсең, сен Құдай төбеңнен де ұрмайды. Ол ештеңе де қылмайды.